Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен мөлдір. Бүгін осындай дәмді әрі жұп-жұмсақ болып шығатын булочкилер дайындаймыз. Арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпайық. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтті құямыз. Бұл жерде сүт жылы болуы маңызды. Одан кейін бөлме температурасындағы майды салып, ерігенше жақсылап араластырамыз. Тұз және де қантымызды салып, қантымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Үстіне бір жұмыртқа салып, тез-тез жақсылап араластырамыз. Үстіне дрожж салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ең соңында ұнымызды ұн илеуіштен өткізіп саламыз. Сол кезде арасында ауа қалып кетпейді және де жұмсақ әрі көтеріліп пісетін болады. Ең басында осылай ұнды аз-аздан салып венчикпен араластырып алып, кейіннен қолмен илейтін боламыз. Қамырдың жақсы иленуі маңызды, өйткені қамырымыз жақсы болып иленсе, булочкилерімізде сәйкесінше көтеріліп, әрі әдемі болып пісіп шығатын болады. Одан кейін үстіне бір ас қасық сұйық майды құйып, тағы да жақсылап илеп қойып қоямыз. Міне енді 1 сағатқа ашытуға қойып қоямыз. Міне қамырымыз өте жақсы болып көтеріліп шықты. Осы қамырымызды алып, кішкентай бөліктерге майдалап бөліп шығамыз. Қалғанын 2 үлкен күлше жасадым, өйткені мен 2 түрлі булочки пісіремін. Екеуін үлкен және де қалғандарын майда етіп бөлдім. Егер қамырымыз жақсылап көтерілсін десек, осылай 15 минутқа бетін жауып қойып қойсақ болады, бірақ мен бірден жасай бердім. Қамырымызды домалақ етпей, осылай сопақша етіп, ортасына начинкасын салып, жақсылап жабамыз, әйтпесе ашылып кетеді. Одан кейін тура видеодағыдай етіп қайталаймыз. Түсінікті болу үшін тағы бір рет көрсетейін. Сопақша етіп жаямыз, ортасына начинкасын салып, жабамыз, одан кейін пышақпен кесіп, жақсылап ораймыз. Енді бұл жерде булочкидің екінші түрі, қамырымызды орташа қалыңдықта жайып, осылай 3 бұрышты етіп, теңдей бөлеміз. Дайын болған булочкидің бетіне жұмыртқаны жағып 15 минутқа қалдырамыз және де 15 минуттан кейін 180-200 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Алдағы уақытта арнамда көптеген рецепттер болады, сондықтан арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.